Нұрасыл Зиядабек, бір қап мәйіт. Бұл оқиғаны ол маған сәрсенбі күні айтқаны есімде анық сақталып қалыпты. Иә, дәл сол күні лектордың психология пәнінде жартылай толы аудиторияға қарапайым да қарабайыр сұрағын сарт ете қоя салған сәті еді. Бәлкім бұл оқиғаны оқыған оқырман мені жан түршіктірер дәнеңе де жоқ деп жазғыратын болар. Алайда менің бұл мәтінді жазудағы прагматикам мүлде адам бойында үрей, қорқыныш сезімін ұялату емес етін. Егер жадым адастырмаса, дәрісте лектор Виктор Франклдың экзистенциализмі турасында әңгіме өрбітіп жатты. Сөйтіп бізді абдырауға мәжбүр қылған кенеттен тосын сұрағын төбемізден төндірді. Тұтқиылдан соғыс жарияламай, ешбір ескертусіз жау бас салғандай әсер қалдырған осы сұрақ: мұғалім, қалай ойлайсыңдар студенттер, өмірдің мәні неде, деп екі қолын айқара ашты. Сабақта ғана емес, бүкіл сүріп өтетін ғұмырымыздағы ең басты сұрақтардың бірі екенін жақсы түсінетінбіз. Көзілдіріктің үстінен қараған қос жанардың маған қарата тесілгенін аңғардым. Лектордың барлық студенттері арасынан таңдауы неге нақ маған түскенін осы күнге дейін түсіне алар емеспін. Санжар, сенің өміріңнің мәні не? Деді ол. Өзімді қалай ұстауды білмей іркіліп қалдым. Не деген қарапайым сұрақ? Осылай да сұрауға болар ма екен? Барлығының қалай жауап берері онсыз да түсінікті емес пе? Әлде түсініксіз бе? Тынысым жиілеп, бойымда қынжылысқа ұқсас бір сезім пайда болды. Мен әрине әйтеуірі түбі бұл сауалға бас қатыратынымды білдім. Бірақ дәл қазір емес қой. Оның үстіне 20-ның ішіне жаңа кіріп жатырмын. Мен өзімді бұл сұраққа жауап бере алатындай деңгейде емеспін деп ойлаймын. Аудитория сыңғырлаған қыздар күлкісіне лық толды. Жауап күлкілі болғандықтан емес, керісінше табан астында табылып, ұтымды айтылғандықтан шығар, айтарлықтай қошеметке бөленді. Әрине, лектордың тарапынан емес. Ойымды жинақтап алған соң, лектордың көзіне тіке қарап, шындап жауап беруге кірістім. Айтпақшы, айтуды ұмытып кетіппін. Сол күні Бағлан жұмысынан әдеттегісінен ерте келді. Былғары туфлимен сырт киімдерін шешіп, тұнжыраған кейіп ішке енді. Досымның бүгінгі күні ауыр болғанын көздерінің айналасы дүрдиген, қуарып боп-боз болған бет жүзінен ақ жазбай білдім. Қып-қызыл тамырланып кеткен жанардың астындағы сұп-суық сұрдақтай болып қалған іздері. Осымен 3-ші күн ұйқы атаулыны көрмегенінің айғағындай. Бірақ бұл мехнаттың уақытша екенін ол жақсы білетін. Себебі алдында өрелі мақсат қоя білетін бұл қасиеті оның бойында тереңде тамырланып алған сықылданатын. 3 күннен соң көргеде үйреніп кетеді демей ме қазақ? Бағлан досым тергеуші. Қылмыс, өлім, жітім барлығының айналасында жүреді. Тек жүріп қана қоймайды, адам естімеген сұрқай сұмдықтың жуан ортасында болып, қылмыстың себеп салдарын анықтайды. Досының ерекше мамандығын басқаларға баяндағанда бойымды мақтаныш билеп алатын. Бірден кофе машинаға жармасты. Осы ашты бәлені қалай ішесің? Уақыт өткен соң үйреніп те кетесің. Жұмысқа дейін де, жұмыстан кейін де осыған жетері жоқ. Бірақ сен ылғи да американо ішесің ғой. Енді бұл менің таңдауым емес пе? Осыдан соң қысқа әңгімеміз үзілді. Ол маған шетелде шұбырған халықтың неліктен сағаттап Starbucks алдында тұратындығын түсіндірді. Бір журналдан оқыпты. Бағланның айтуынша, кофе сусыны құйылған стаканға әркімнің жеке есімі мен қалаған кофесін жасап беруі адамдардың өздерін индивид, яғни жеке тұлға ретінде сезінуіне мүмкіндік беретін көрінеді. Арамыздағы әңгіме көп ұзамай мәнсіздене бастаған соң, ол жұмыс жайын баяндай бастады. Бүгін сағат 5-тер шамасында орталықтағы Достық көшесіндегі пәтерлердің бірінен мәйітті алып кетуге бардық.
Жақындары өлікті беруден бас тартты. Заң бойынша мәйітханаға апарып экспертизадан өткізуіміз керек десек те болмады. Дінге қайшы, жөн жоралғы бойынша қастерлеп жаназасын шығарып жерлеуіміз керек деген соң бастыққа хабарластым. Ол тез арада келіп отбасымен жеке сөйлесті. Талқы ұзаққа созылмады. Қолын қалтасына сала бергенде 20 мыңдықтарда безендірілетін құс бейнесін байқап қалды. Басекең де соны қалағандай қолыма сол ақшаның біреуін ұстатты да кете беруімізді бұйырды. Мүрде қозғалмаған күйі уақытша үйінде қала берді. Кейін білдім, Басекеңе 150 мың беріпті. Мен де мәзбін, ол да мәз. Бағлан тергеп жүрген қылмысын, ондағы тіржан суқаны сүймес сорақы суреттерді үнемі маған көрсетіп тұратын. Ондайда мен ары кетші дегендей мұрным қусырыла, басымнан бақайыма дейін түршігіп, бәкідей бүктеліп, көзімді тарс жұма тыжырайып аламын. Қан жоса болған денелер, бір мүшесінен айырылған денелер, күйген, әр тұсынан тілінген денелер, жұлынған бас, денені тесіп өткен оқтың іздері. Не себепті екен түсіндіру қиын. Мүмкін бұл шынайы болған оқиға деген жалғыз ойдың өзі мені естімнен адастыратын шығар. Не бір қорқынышты фильмдерді көріп үйреніп қалсам да, бұл суреттерге ендігәрі жүрегім дауаламайтын. Сонда да бұл жолы Бағланның өз аузынан естігім келді. Бағлан, осы сенің жұмысыңда ең қатты қорыққан, немесе әлі күнге дейін есінен шығара алмайтын бір сәт болған ба, дедім мен. Болды, деді ол. Маған баяндап берші, ер соңымнан, деп мені балконға шақырды. Бұл уақытта төңіректі қараңғылық тұмшалап, аспанда жұлдыздар мен жарық ай сәулесі ғана бізге үңіліп тұрды. Қалтасын қарманып темекісін тұтатты. Қабағын түйіп алып, еріндерінің ортасына қыстырған шылымды бар құштарлығымен сорып, түтінін будақтата бастағанда мұрныма темекінің қоңырсық иісі сезіліп, түтіні көкте өзімен бірге мен де бейне бір тылсым әңгімесіне шақырғандай ширатыла қараңғы түнге сүңгіп бара жатты. Барлығын өткен күндерде қалдырып кетсем де, кеудемді торлаған осы ойдан арыла алмадым, деп бастады әңгімесін. Бойына асыранды көңілсіздік меңдеп алғандай, мүлгіген күйі даусы күңіреніп шығады. Желтоқсанның алғашқы қары жауған шақ еді. Менің жұмысқа кіргеніме 3-ші күн болатын. Қылмыстарды көріп жүрсем де, әріптестерім бұл бергі жағы ғана деп сендіріп жүрді. Ең жағымсызы жол апатында қаза тапқан адамның дене мүшелерін жинастырып өткізу екен. Айтқандай-ақ, дәл сол күні сол апаттың үстінен түстік. Мыңдаған бөлшектерге шашырап, бұлжа-мұлжасы шыққан көліктерді қоспағанда, қан аралас қан жуған мына жолдың сұқыты айтарлықтай үрейлі көрінді. Бірінші көліктің иесі жан сақтау бөліміне тез арада жөнелтілді, ал екінші көлік иесін сақтап қалу мүмкін болмады. Бәріміз құдды ажалмен бетпе-бет күресетін дәрігерлерше аппақ рәзіңке қолғапты киіп алып, мәйіттің әр дене мүшелерін қара қапқа жинастыра бастадық. Оқиға орнында марқұмның туыстары да болған еді. Өліктің кейбір бөліктері алысқа ұшқаны соншалық, оған барған кезде жақындарының аш-айқайын естімегендей боласың. Маған сол аяғы түсіпті. Киген қара джинсы да ортасынан жыртылып, қою қызыл түске малынған. Туыстардың көзінше мейлінше мәйітті арулап, аса ұқыптылықпен жинадық. Дәл осы тұста тозағы көрініске куә болдым. Барлық бөліктерін қапқа салып болғанда, мүрде таситын жүк көліктің жүргізуші есіктен шықты да, қолымнан бір қап мәйітті жұлып алып, жүк көлігінің артына лақтыра салғанда, о құдайым, басымды ұстап айдалаға безіп кеткім келді. Біреу өз еркімнен тыс кеудемнен жүрегімді суырып алып, қанын сорғалата тілгілеп езіп тастағандай көрінді. Арқама 1000 жерден қанжар сұғып,
тамырыма оқ үйіп жібергендей сіресіп қалдым. Ойлашы енді өзің, Санжар, сен тіпті бір қап картошкенің өзін бұзылып кетер деп қоймаға бұлай лақтыра салмайтын едің. Ертең сонда бізді де осылай лақтыра салатын шығар, деп шылымын сөндірді. Не айтарымды білмедім. Ай сәулесі түсіп, ала көлеңкеде сұлбасы көріне бастағанда, мен оған тағы бір көз жібердім. Күнделікті тек бір ғана құр сүлдері үшін мәйітханаға барғымыз келмейтін. Ертеден қара кешке дейін жүріп, бір жүк көлігі толған кезде ғана мәйіттерді бірақ апарамыз. Сонда көрген жұрт бұны көмір деп ойлаған шығар. Қайдан білсін өліктерді әкеле жатқанымызды. Айтпақшы, айтуды ұмытып кетіппін. Лектордың әлгі сұрағына мен өмірдің мәні жақындарыңның жанында болуы, өзіңді жалғыз сезінбеуің, тек өзің үшін ғана емес, өзгелер үшін де өмір сүретініңді білу деген едім. Таң қылаң бере бастағанда Бағлан әдеттегідей жұмысына аттанды. Бұл жолы мен де ерте тұрып алдым. Оның қайтадан көмір жинауға кеткенін үйде менен басқа тірі жанның жоқтығынан байқадым. Бірақ мен сол көмірлердің ендігі әрі ешқашан аулаулап қайта жанбайтынын жақсы білетінмін. Ас үйдің қақ ортасында орындықта бір тіземді жай ғана егімнің астына жабыстыра құшақтаған күйі сұлық отырмын. Алдымда тек қана кофе. Сондай ыстық, әрі сондай тәтті. Оқыған Жазира. Каналыма тіркеліп, лайк басуларыңызды сұраймын.